Әлем бойынша Gardasil деген жаңағы вакцинаны ойлап тапқан кезде балалардың средний статистикасын алған, қай жастан бастап жыныстық қатынасқа түседі. 15 жас, біздің Қазақстанда балалардың орташа жасы жыныстық қатынасқа түсетін биылғы статистика бойынша 15 жасты құрап отыр. 15 жас? Статистика, 15 жасқа дейін балаларды бірінші вакцинацияны салып, яғни ағзаға иммунитет қалыптастыру мақсатында осы біздің денсаулық сақтау саласы осы вакцинаны енгізді. Яғни біздің емханада берілетін вакцинаның түрі бұл Gardasil 4 деп аталады. Яғни бұл 4 түрлі вирусқа, яғни 4 түрлі валентті вирусқа бағытталған, 6-шы, 11-шы, 16-шы, 18-ші типті вирусқа бағытталған. Яғни жаңағы 70% жатыр обырын шақыратын вирус 16-18, яғни соған қарсы бұл иммунитетті қалыптастырып қояды енгізгеннен кейін ағзаға. Яғни оның этаптары бар. 12 жастан бастап енгізеді. Бірінші дозасын, екінші дозасын 1 жылдан кейін, үшінші дозасын 15 жаста енгізіп, 3 дозасын алғаннан кейін бұл бала 90% жатыр мойнының рагынан гарантия деп айтсам болады. Және де ол ағзаға басқа вирусты жұқтырса да, ағза оны қабылдамайды, себебі оның уже иммунды жүйе қалыптасқан ол жерге, түсіндіңіз ғой, иә? Сондықтан бұл вакцинаның маңызы өте зор.